Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Тұшыру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде бүркіт көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Түсінде бүркітті көру көпшілікті қызықтыратын ортақ көріністердің бірі. Бүркіт күш-қуатты, беделді және адалдықты білдіреді. Ал түсінде қыран құстың еті, сүйегі, қауырсынын көрінсе, абырой мен жоғарғы дәрежеге қол жеткізуге байланысты болса, бұл ақша мен табысқа жетуге байланысты болуы мүмкін. Бүркіттің жас балапандары да абыройлы асыл перзенттің келуін меңзейді. Егер қыз түсінде ақ бүркітті көрсе, бұл оның сәттілік пен бақытқа ие болатынын, немесе тіпті жаңа жұмысқа орналасатынын білдіреді. Егер қыздың түсінде қара бүркітті көруі кейбір қиындықтардың болатынын көрсетеді, бірақ ол ақырында оларды жеңеді. Түсіндегі бүркіт жалғыз басты әйелдер үшін оң белгі, өйткені ол түсінде жиі пайда болып, оған сәттілік туралы айтады. Бүркіт кейде адамдар арасында беделі мен мәртебесі жоғары адамға сәтті неке құруды көрсетуі мүмкін. Түсінде бүркітке ие болғанын көруі абырой, атақ, даңқының, беделінің өсетінін білдіреді. Түсінде бүркіттің балапанын алуы балалы болатынын білдіреді. Бұл түсті күндіз көрген кісі ауруға шалдығады. Бүркіттің балапаны сізді шоқса, аурудың асқынып ұзайтындығын білдіреді. Түсінде бүркіт етін жегенін көру ұзақ молшылықты білдіреді. Түсінде бүркітке мініп ұшқаныңызды көру ұзақ сапарға шығатыныңызды білдіреді. Бүркіт қадірлі болу, дұшпаннан үстем тұруды, абыройды білдіреді.